Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Садақа береке кілті. Садақа қайырымдылық істердің бастауы. Бұл жақсылықты жасай отырып, біз Аллахтан еселенген сауаптар аламыз. Пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, садақа мал дүниені кемітпейді, керісінше оны молайтады деген. Бұл пайдалы ақпараттар арнасы, сіздермен Гүлназ. Егер де анама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Садақа берудің 10 әдебі. Садақаны шын жүректен, ықыласпен беру. Садақаны адал еңбекпен тапқан ақшадан беру. Біреуден тартып алған, харам келген ақшаны садақаға беру күнә арқалатады. Садақаны мұқтаж жандарға беру. Ал мұндайлардың қатарына пақырлар мен міскіндер, жағдайы нашар жандар, жетім мен жесірлер, қарызға белшесінен батқандар кіреді. Садақаны өзіндегі мал дүниенің ең жақсысынан беру. Керек қылмай тастаған затты, сол сияқты ескі құсқыны садақаға беруге болмайды. Садақаға өзіне ұнамды, қымбат нәрсені беру. Өзі қатты жақсы көретін нәрсені садақа ету сауапты арттырады. Берген садақасын міндетсінбеу. Қайырымды іс жасап тұрған адам өзінің садақа беруге мұқтаж екенін білгені жөн. Садақаны жағдайы төмен өз туған туыстардан бастау керек. Садақаны бергені жайлы жасырып ұстау. Яғни, беретін ниеті туралы, садақа бергендегі амалы хақында берген сондай ешкімге тіс жармауы тиіс. Садақа беру шүкіршілік ету. Аллахтың сізге берген нығметін сезіну деп біліңіз. Берген садақасын қайтып алмау, оны қайтару шариғаттағы ең жиіркенішті амалдың бірі болып саналады. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, анама тағы да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Менімен бірге сонына дейін болған тазға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.